Думан ағам ақиқатты айтпаса, ойлаушы сенен басқа елдігім. Әр қазағым жалғызым деп білесің, еліңменен бір қайғырып күлесің. Сұм биліктен қысым көріп жатсаң да, тоқтатпадың әділдіктің күресін. Ұрып соғып көрсетсе де зәбірді, атсын, жапсын, қазсын мейлі қабірді. Айдап салып арандатсын бәрібір, залым билік сындыра алмас сағымды. Өткісе де өз өмірін черменен, Думан ағам ел үшін терлеген. Қазағым деп белін буған думанды, құзғын билік босатыңдар түрмеден. Иә, қазақ халқы, елім деген елерімізді ел болып қолдайық. Ертең осындай күн әр қазақтың басына тумасына кім кепіл. Сондықтан қазақ елі ертең бәріңіз білесіздер, кешегі біздің батырларымыз Заманбек, Алтынбек, Арон Атабек, Дулат Ағаділ қаншама батырларымыздың көзін құртты. Ертең осындай күн осы ағаларымыздың басына тумасына кім кепіл. Сондықтан ағайындар, осындай батырларыңызды тірі кезінде қолдап, тірі кезінде қорғап қалыңыздар. Темір тордың адамды шертпеңіздер. Күш бірлікте алға қазақ. Ұят бармас сендерде. Неге қорған болмайсыңдар ел жерге? Бұл халыққа не жамандық көрдіңдер? Қойсаңдар, тиіспеңдер халыққа. Мейіттер, жетер енді тоқтаңдар. Халық байғұс жасап жүрген жоқтан бар. Бейбақ елді қинай бермей одан да жемқорлар мен сатқындар соттаңдар. Собырлар, жүректерің тас болар. Еріккенен жүрген жоқ қой басқалар. Белсендер сендер ұрып соқсаңдар, бұл қазаққа не істемейді басқалар. Қиын емес абақтыға жапқаны, қиын емес дараға сыбатқаны, маған қиын бәрінен өз еріңмен иттеріп қапқан дейді. Ит боп үрмеңдер.